Әкеден де, шешеден де айырылған жетімдік тақсіретінің аяздай қарғанынан ба, сол жылғы қыс айрықша қатал, қытымыр болып еді. Есіме алсам, жон арқам күні бүгінге дейін сырқырайды. Қар қалың жауды. Кейбір жатаған үйлерді төбесімен бірдей ғып басып тастады. Есік алдындағы қар күресіндері кішігірім ақтаулар боп жоталанып, күннен күнге биіктей түседі. Ырысбек болса, енді бізді жазалаудың тағы бір жолын тапты. Бірдеңеден жазып кінәлі боп қалсақ, яки айтқан тілін алмасақ, сирағымыздан ұстап тік көтеріп алады да, сол күресін қарға басымызды төмен қаратып шанша салады. Мойны қонымыз қарға толып, тұншыға, қашан өзі суырып алғанша аяғымыз көкке қарап тыпырлап тұрғанымыз. Бұл жазаны балалардың бәрінен де көп тартқан мен болдым. Ырысбек аяқ асты Назира әпкеме үсті-үстіне хат жазатынды шығарды. Және ол хаттарын басқа біреуден емес, ылғи менен беретін. Мұнан өткен қорлық болсын ба? Мен әрине әуелгі кездері оның бұл басынғанына намыстанып, хаттарын тасуға көнбей қиқарланып баққам. 2-3 күн қатарынан Ырысбектің қолына түскен жерде күресін қарға төбемнен шаншылып, тыпырлап тұрып жаза тарттым. Тіпті тұншығып өліп кете жаздаған кездерім де болды. Ақыры ол дегеніне көндірді. Көнбей қайда барам? Мені қарға тірідей көміп өлтіріп тастаса, бүкіл ауылда Ырысбектің қолынан ара түсіп құтқарып алар бір адам жоқ. Колхоз бастық Нұғыман болса аурулы төсектен тұрмайды. Көлбай керең сонау күздегі оқиғадан кейін Ырысбек десе жанынан безеді. Бас көтерер жалғыз байдалы шал еді. Ол да Ырысбекпен бірге қалаға бір жолы барып келгеннен кейін пәледен 5 шақырым аулақ жүретін болды. Екеуі 2 ат шанамен колхоздың астығын сатуға кеткен. 4 күннен кейін қайтып оралды. Ауылға кіре бере байдалы шал шанасынан қарғып түсіп, Ырысбекті бишіктің астына алдау дейсің. Сыбап боқтап жүр. Сенен көрген қорлығым ба, сенің істегенің бе? Сүйегімнен өтті ғой. Әй, өлдім-ау әбден деп ыза хорланып жыларман боп жүр. Шық-пыртып ұра түседі. Ырысбек болса қалың тонмен басын бүркелей түсіп, оның соққысын шыбын шаққан құрлы көрер емес. Қарқылдап көзінен жас аққанша күледі. Екеуінің шаң-шұңына бүкіл ауыл жиналды. Байдалы шал түтіге тұрып, Ырысбектен көрген қорлығын айтты. Қалаға жетісімен Ырысбек дереу өзінің бір қабастығын сатып, ақшасын қалтасына салып апты да, шанасын байдалы шалға тастап, өзі 3 түкелі жоғалыпты. Содан дәл байдалы шал қайтқалы тұрғанда бір-ақ келген. Бір қап бидайдың ақшасынан 1 тиын жоқ, бәрін араққа салған. Онысында қойшы, дейді байдалы шал. Бұл иттің маған қайтар жолдағы көрсеткенін айтсаңшы. Әй, қорғылдау, енді қайтейін-ай. Осы ауылға осыдан тірі жетермін бе жоқ па, деп шыбын жанымды құлшыберекке түйіп шаққа келдім ғой. Мынау ма? Мынау адам емес жұртым-ау, жын ба, шайтан ба, әйтеуір бірдеңе. Онан арғы оқиға былай бопты. Қаладан бері ұзап шыққанша Ырысбек байдалы шалдың ұрысқандарының бәрін үнсіз мойындап, моп-момақан болып отырған. Бір кезде шанасы тоқтай қалады. Алдыңғы шанада екен. Өзі секіріп жерге түсіп, айдалада омбы қардың үстінде билей жөнеледі. Қолында 2 басты бәкі, жүздері жалт-жұлт еткен. Өзін-өзі әлгі бәкімен алып кеп сұқлайды. Қайдағы бір жын-перілердің аттарын атап, шақырып, зікір салып, көзі алақ-жұлақ етіп қанталап, түсі мүлде адам шошырлық күйге түседі. Содан бір кезде кеп, байдалы шалды алқым қалады. Қылғындырып бауыздамақ болады. Есі шыққан байдалы шал: «Әкем Ырысбек, не болды саған? Садаған кетейін-ау, не болды, жазығым не?» деп жалынады. «Әлде қарның ашты ма? Мына менің астымдағы шөптің арасында қап бар еді» деген кезде ғана босатады. Байдалы шал ауылдағыларға базарлық деп алып келе жатқан азын-аулақ ішімдігі және жұмсақ ақтынан прәндік, кәмпит бар қаптың аузын шешіп, соларын жайып салып, Ырысбектің шеңгелінен әзер құтылады. Ырысбек ішімдікті ішіп, жұмсақ нанды тойғанша жеп, жол бойы қызара бөртіп, рахатқа батып келеді. «Адам емес мынау, адам емес» деген байдалы шал әңгімесін түңіле аяқтап. Сонан бері Ырысбекті көрсе, анадайдан айналып кетеді. Бригадир байдалы шалдың өзі сөйткенде,
басқаға не жоқ? Амал жоқ, ырысбектің хатын Нәзира әпкеме өз қолыммен әкеп сұнам. Нәзира әпкем хатты алады да бүктеуін де ашпастан қақ бөліп айырып ошақтағы отқа тастайды. Сонсоң мені жағымнан шапалақпен тартып жібереді. Жексұрын, дейді көзі жасаурап. Раста, өз әпкесіне ырысбектің хатын тастаған іні жексұры емей кім? Сөйтіп екі оттың ортасында жүрген жайым бар. Әнеу бір күні ырысбектің хатын Нәзира әпкеме ұсынып тұрып, шыдай алмай еңіреп жылап жібердім. Менің мүшкіл халімді ұқтау дейм, Нәзира әпкем хатты қолына ұстаған күйде мені ертіп ырысбектің үйіне әкелді де, көзінше қайырып тастай салды да, аяғымен таптап езгілеп тұрып. Мен сіздің хатыңызды еш уақытта оқымаймын да, босқа әуре боп, ендігі жазбаңыз, деді. Өз терісіне өзі сыймай, ызадан жарылып кетердей боп, түсі бұзылып, түтіге тұрып айтты. Басқа біреу болса, мұндайда ырысбек көзін алақ-жұлақ еткізіп тап беретін. Ал Нәзира әпкемнің мына істегеніне қызарақтап күле тұрып, Нәзира халқам, мен дей берген тұтығып. Анау кезде айтып ем ғой, мен сізге ешқандай да халқа емеспін деп, аулақ жүріңіз менен. Онан соң мені ертті де, ырысбектің есігін қатты сарт еткізіп шығып кеттік. Енді хат берсе алма, деді маған да түйіле сөйлеп. Ұратын болса айтып кел өзіме. Ырысбек тұрмақ, онан зорғы болса да көріп алайын әуселесін. Әрине, Нәзира әпкем шындап ашуланса, кімнен де болса таймайды. Бірақ заты әйел ғой, оны арқа сүйеп не мұратқа жетермін. Қаншама жер тепсініп, мықтымси сөйлегенмен, жеме-жемге келгенде ырысбекке не істей алар дейсің, құр сөзде. Кездейсоқ бір жағдай құтқармаса, ырысбектен оңайшылықпен құтылу жоқ шығар. Күзден бері өзін военкомат 2 рет шақыртты. Армияға алып кететін шығар. Бұл қызылкөз бәледен сөйтіп құтылатын болармыз деп бүкіл ауыл күткен. Әсіресе оның қылжағынан ығыр болған қыз-келіншектер мен біздер балалар шынымен ақ қуанғанбыз. Бірақ қырсық қылғанда 2 ретінде де жарамай қайтып келді. Өкпем әлі толық жазылмапты, дейді өзі. Бүкіл ауылды аяғынан тік тұрғызып, зәре-құтымызды ұшырғанда, Құдай құрлы тепсе, темір үзетін осы пәленің жазылмай жүрген ол қандай ауру екен түсіне алмай дал бол деді. Әйтеуір ауданға жүрерден 2-3 күн бұрын екі көз шүңірейіп, жағы суалып, түрі сарғыш тартып, 6 ай жазып төсек тартып ауырған адамдай боп қатты жүдеп кетеді де, ал қайтып келген соң Зибашты не Эмманы ол шақыртқанда екеуі де тоқтаусыз жетіп келеді. Шақыртып ап, 10 шақты күнде үйінде жатып, айран сүт ішіп, сорпа ішіп, қалжаланғаннан кейін өңінің сарғыш тартқаны, көзінің шүңірейгені кетіп, қайтадан деребес қозған бурадай құтырынып шыға келеді. Үйіндегі өзін күтіп баққан әйелді қуып тастайды да, басқа қыз-келіншектерге хат жазуын қайта бастайды. Ауылдағы жылт еткен қыз-келіншектен ырысбектің көз салмағаны қалмады. Соңынан 5 күн түседі, 10 күн түседі, ай бойы түседі, ақыры қалайда дегеніне жетіп тынады. Бүгінде ырысбекке көнбегені кемде-кем ақ шығар. Бұл ма, бұл екі дүниеде көгермейді, дейді 90-нан асқан Қуатбек шал басын шайқап отырып. Жылқыға жау тигенде жабы құтырар деген осы да. Кемпір шал атаулы ырысбекті қырғап сілейді. Бірақ оған қыңар ырысбек жоқ, қайта құтырына түсетін секілді. Енді міне Нәзира әпкемнің соңына түскеніне де біраз болды. Ақыры немен тынарын кім білсін. Әйтеуір осы кез маған оңай тиіп жүрген жоқ. Екі оттың ортасында шыбын жанды шүберекке түйіп жүрген жайым бар. Нәзира әпкем ырысбектің үйіне мені жетектеп апарып, оған доңайбат жасап кеткен күннің ертеңіне көшеде Әжібек кездескен. Қасында Қайрат пен Бәтен. «Әй көксоққан, бері кел», деді бұйырып. Бұрын біздерді екі сөзінің бірінде әй жүгірмекте отыратын Әжібек биыл қыс «Әй көксоққан» дегенді шығарған. Мейлі тіпті жер соққан десе де әлбіжеттілігін жасап зәбірлемес екен. Иә деп мен қасына келдім. Басында әкесінен қалған түлкі тымақ, үстіндегі ескі қара тонының белін қайыс белбеумен қынтитып тұрып буып апты. Және онысын ырысбектің жейдесінің етегі ұқсатып артына қарай ысырып қойған. Сондықтан болар екі жақ етегі жел кеулегендей делдиіп тұр. Аяғында ақ жұлықтанған ескі қонышқа қоңыр көннен бас салып тігілген дөрбиген үсен етік.
оны солидолмен шылқытып майлап апты. Өзі тіпті мұнда жоқ, жан адамды менсінер емес, паңданып тұр. Маған сонау биіктен жоғарыдан көзінің астымен ғана қарайды. Бұрын бойы менен сәл ғана биіктеу көрінуші еді, биыл қыс тіпті сырайып өсіп кеткен сияқты. Мұрты біліне бастапты. Бірақ Әжібек қанша паңданса да, сидиған арық түріне мына киімдері еш жараспайды. Ұсқыны адам күлерлік еді. Жаздағы Шымырбай шалдың бақшасының шетіне ескі құсқы киімдер кигізіп қадап қойған қарақшы сияқты қалқиып тұр. Әттең, бір-екі жас болса да үлкендігін білдіріп, әлімжеттік жасайды. Әйтпесе мына түрін мысқылдап мазақ етерем. Өзінің және бір жаман мінезі жұртты мазақ етіп күлгенде құдай құрлы да, ал өзіне айтылған бір ауыз әзілді көтере алмайды. Көз аларып шытынап шыға келеді. Жарылып қанталап жүретін астыңғы ерін жалап-жалап қойып, зәреңді өсіру үшін тісін шақырлатып, мені мазақ ететін сен кімсің ей? Мұрныңды бет қып жіберейін болсы, деп күс-күс жұдырығын түйіп, төніп келгенде әзіл айтпақты күліп бетіне тура қараудан қаймығасың. Өзі сенен үлкен, қолы ұзын, тарамыстанған арық болса да, күші басым, жеңілмеске қорықпасқа шамаң жоқ. Оған қарағанда Қайрат пен Бәтеннің киімдері тәуір. Бірінің үстінде жақында толған жаңа шекпен де, екіншісі жүн сырған күпәйкі киген. Аяқтарында жаңа шарық. Бар дәмділерін апалары осылардың аузына ұстайтын екеуі, екі үйдің еркесі. Жүздері қызара тершіп, ұрттары томпиып тұр. Көксоққан, жүкеңді ғой, ұмытып жүрсің, деді Әжібек бірден кіжіне сөйлеп. Әрине жүкең деп тұрғаны өзі. Ал енді оның мені қалай ұмытып жүргенімді түсінсем бұйырмасын. Үйіңде артық-тұртық құртырымшық болса, осыны әжекең ауыз тисінші деп алып шығу ойыңа да келмейді, деп біраз кінәртіп сөгіп алды. Мұна өзіңдей Бәтенді қарашы, міне апасының жеті қатқа тыққан құртынан маған ұрлап әкелді. Енді байқадым, үшеуінің де ұрттары томпаңдап құрт сорып тұр екен. Мен кеше тура жарты табананды бір-ақ ұрлап әкелгем, деді осы тұста Қайрат та шыдай алмай. Мына Қайрат сөйтті, маладес, деді Әжібек оны иығынан қағып. Ал сен ғой. Осыны қойшы сараңды. Бұлар өздері тұқым тұяғымен тегін сараңдар емес пе? Негізіне тартпай тұрсын ба? Деп Бәтен аузындағы түкірігін шашырата кеп құйрығымнан бір тепті. Әншейінде бетіме тура қараудан қорқатын мына жаманның мына құтырғаны қанымды қайнатып ақ жіберді. Тіпті жеке өз басымды мейлі не десе о десін, ал енді бүкіл тұқым тұяғанды сараң дегене жаныма батып кетті. Ыза болып Бәтенге тұра ұмтылғам. Қайрат аяғын төсей қойған екен, соған шалынысып барып, омбы қарға оңқа-шоңқа құладым. Үшеуі мәз боп күлсін. Ұшып тұрып қайта ұмтылғанымша Бәтен сақылдай күліп, Әжібектің тасасына тығылды. Сараңдардың тұқымы, ха-ха-ха, деп мені онан әрмен мазақтай түсіп, тілін шығарады. Әжібекті арқаланып тұрғаны. Көзім жасаурап, мысым құрып мен тұрмын. Қалжыңдастыңдар ғой, жетеді енді, деді Әжібек, менің қыстығып, жыларман болып тұрған түріме қарап. Сен Бәтен оныңды қой, Қанат сараң емес. Солай ғой Қанат, тек бұл дүниеде менің бар жоғым ойына келмеген ғой. Жарайды, ол кемшілігін ендігі жерде түзете жатар. Солай ма Қанат? Мен үнде қоймағам. Көксоққан-ау, сенің маған бергенің далаға кетпейді ғой. Әлі қиын қыстау күн туғанда панаң болам ғой. Ендігісін өзің білерсің. Онша санасыз емессің ғой. Онан соң ол менің ақ кезбе ұлтарылған қара шарығыма, әр жерінен тесіктерінен тауық шоққандай боп, жүндері шоқ-шоқ боп, шығып тұрған сары жарғақ тоныма көз тоқтата тұрып. Сенің көкеңмен апаң екеуінің бірге түскен суреті бар ма? Деп сұрады. Бар болса сен соны тез арада Ырысбекке жеткізіп бер. Мен ол суретті ала алмаймын. Ол Назира әпкемнің альбомына жапсырылған, дедім. Сонда немене, Назира әпкеңнің альбомы адамның қол жетпейтін жерде ме? Үлкен сандықтың ішінде. Аш сол сандықты. Әжібек тісінің арасынан сыздықтата түкіріп қойды. В общем, ұзын сөздің қысқасы, көкең мен апаңның суретін ұрлап әкелетін бол. Әкеле алмаймын, қиында жатыр дедім ғой. Ақмақ, Ырысбек оны үлкейткісі келіп отырса, бұл қиында жатыр деп бәлденеді ғой. Бар, өл тіріл, қайтсең де сол суретті әкелетін бол. Бұл саған жауынгерлік тапсырма, әкелмесең сонда болсын, бар. Деп ол сөз соңында май құйрығымнан ақырындап қана бір тепті. Мен кете бергем. Қол соққан,
деді ол бірден есіне түскенде желкемнен тартып қайыра бұрып. Шарығыңнан су өтіп жүрген жоқ па? Қар еріген кезде өтеді. Онда былай істе, менің жанын адамға көрсетпей тығып жүрген бір шелек солидолым бар. Анда сонда кеп анау шұрығыңның ұлтарма тігістеріне табаныңа жағып алып жүр, сонда су өтпейді, деді қамқорлық білдіріп. Солидолды киізге жағуға бола ма? Неге болмайды? Вот ақымақ, сен әуелі жағып көрсеңші. Міне мен етігімді майлап алып ем, су дегенің сынапшасы қып ішіне төгітпейді. Қазір мына бәтенмен Қайратқа да жаққызам. Әжібек тағы да тісінің арасынан сызықтата шырт түкіріп қойды. Пожалуйста, күнде жақып тұрам десең де, сенен аямаймын. Ал енді бар үйіңе. Бәлденбей әлгі суретті бүгін ертең әкеп беретін бол. Мақұл. Шынында да үлкейтемін деп Ырысбектің өзі сұратып отырса, одан неге бәлденіп тантшақтауым керек? Ауылдағы талай үйдің төрінен Ырысбек үлкейтіп берген суреттерді көріп, қатты қызығатынмын. Шіркін, көкем мен апамның суретін өстіп, үлкейтіп түргеліп қойса деп армандайтынмын. Сөйтіп, келесі күні ақ Назира әпкемнің альбомындағы көкем мен апамның суретін алып, Әжібекке ілесіп, Ырысбекке өз қолымнан апарып бердім. Ырысбек шертіп отырған домбырасын тастай салып, суретті бір жақындатып, бір алыстатып, одан терезенің жарығына қарай теріс қаратып ұстап қарап шықты да. Үлкейтуге қолайлы жақсы екен, деді. Осы сөзін естіп мен қуанып қалдым. Ырысбек енді маған қарады да, одан қайта суретке қарады. Қанат тоқташы, деді. Сөйтті де, суретке бір маған бір тағы да кезек-кезек қарай отырып. О, көкесіне айнымай қалған жарығым. Тіпті аузынан түскенде құсауын қарашы, деп мені құшағына алып қысып-қысып қойды. Әлгі мені ұстап алған жерде төбемнен қарға шаншып қорлық көрсететін мінезінен із жоқ. Аяқ асты мен дегенде ет жүрегі езіле қалыпты. Оған деген шексіз ыза өкпеден бе, әлде оның мүсіркей қалғанына қорланғаным ба, әйтеуір екі бетім дуылдап, көзім жасаурап, үндей алмай булығып шығып кеттім. Әй, Қанат, тоқта! Әжібек соңымнан ілесе шыққан екен. Қуып жетіп еркелігімнен тартып тоқтатты да. Сен суретті жоғалады екен деп қорықпа. Ырысбек ол сөздің адамы. Айтса болды орындайды, деді мені жұбата сөйлеп. Онан соң менімен қатарласа жүріп, өз үйінің тұсына жеткенде, жүр біздікіне, мына шарығыңды майлап ал, деді. Шынында да май су өткізбейді ғой, майласам майлап алайыншы деген ой келді маған да. Әжібектің үйі ауыз үй, түп үйден тұратын аласа ғана ескі кірпіштан. Әжібек жалғыз өзі ғана тұрады. Тұрады деген тек аты ғана, әйтпесе Әжібек ауыл үй арасы ағайын туғандарын аралап, әркімдікіне бір қонып жүреді. Соңғы кезде көбінесе Ырысбектің үйінен шықпайтын. Шешесі өлген 2 жылдан бері үйдің күйі мүлде кетіп ақ қалған. Көктем күз төбесінен су өтіп, іші үнемі сыз тартып, көгерген иіс тұсынан өткен адамның жүрегін айнытады. Алайда Әжібек мұның бәрін уақытша дейді. Әке-шешесіне қалған азын-аулақ дүние мүліктерін анда-санда далаға шығарып, қағып сілкіп, онан соң қайтадан буып түйіп қояды. Балаларды ұйымдастырып, үй ішін сыпыртып, жинастырып, қыс кезінде күніне бір уақыт от жағады. Өзі, әлі 18-ге толып үйленетін кезімде бәрі керек болады ғой, дейді. Дәл қашан кімге үйленетінін әзірге өзі де білмейді. Осы күні бұрынғыдай Зибашқа үйленем дегенін қойған. Жас қыздардың біреуі ер жетер оған дейін, дейді. Қазір үйінің мұржасынан будақтап түтін шығып жатыр. Үйде Қайрат пен Бәтен бар, деді. Біз кіргенде көгерген иіс пен түтін сасыған үйдің ішінде Қайрат пен Бәтен қарамай толы киген шелекті орталарына қойып, шарықтарын шылқытып майлап отыр екен. Кішкене қазанда сақылдап бірдеңе қайнап жатыр. Оның да тәтті бір иісі білінеді, кәдімгі жас сорпаның иісі. Маладестер, енді сендердің шарықтарынан су өтіп көрсін, деп мақтап қойды Әжібек. Қане Қанат, сен де майлап ал шарығыңды. Әлгі екеуінің қатарына отыра қап, мен де шарығымды майлауға кірістім. Ал Әжібек болса қолынан кәкпір алып, қазандағы қайнап жатқан жұдырықтай кесек етті шығарып, пышақпен шетінен кесіп, жеп көрді де қайта салды. Біз үшеуміз шарықтарымызды қоя салы, сілекейіміз шұбырып, оның аузына қарай қалған екенбіз. Әлі піспепті, деді аузындағысын малжаңдай тұрып. Онан соң біздің телміре қалғанымызды ұнатпай. Әй, көк соққандар, болыңдар енді, деді әмірлі үнмен.
Бүгінше мына ет әбден піссін. Өзі кәрі малдың еті ме, немене талай әлі тастай қатты. Ал сендер шарықтарды майлап алыңдар да қайқайыңдар үйлеріңе. Ертең сендерге бір жапырақ алып қоям. Үйлерің бар, аш емессіңдер ғой, ауыз тисеңдер де жетеді. Біз шарықтарымызды шылықта майлап үйден шықтық. Деп табалдырықтан аттағаннан бастап-ақ үшеуміздің бірінен бірі күлкілі аюдың табанындай іздеріміз ақ қардың бетінде ай маңдай боп баттиып қалды. Біраз жүріп барып қайырылып қарағанбыз. Іздеріміз тура бір қора қой шұбырып өткенде қап-қара ала боп жосыла түсіпті. Қалай болар екен деп шарықтарымызбен еріген қарды оңды-солды ойқастай кешіп көргенбіз. Майдың аты май ғой шіркін. Бұрын шарығымыздың ұлтарма тігістерін жабыса кететін жентек қар енді тіпті жоғысар емес. Қазір мына шарығымызбен су кешсек те өте қоймас. Кешіп көрер ме еді өзін? Қай жерде су бар? Ары-бері омбы қарды ойқастай кешіп іздестіріп көріп едік, бірақ қыстың күні су қайдан табылсын? Шұңқырлар мен арықтар тегіс қалың қарасында қатып жатыр. Өстіп мәз болып келе жатқанымызда тас қойма жақтан торжорғамен құйғытып шыға келген байдалы шал біздің ізімізді кесіп өте бере кілт атының басын тартып қайрыла бұрылды. Ақ қарға түскен ізімізге онан біздің шарықтарымызға қарады да: «Ей, иттің күшіктері, мына қарамайды қайдан алдыңдар? Қане жандарының барында айтыңдар», деп ақыра қамшы сілтеп торжорғамен үшеумізді де тапап өте жаздап төніп келгенде есіміз шыққан біз зәре-құтымыз ұшып бір-бірімізге тығыла ұйлығып тұрып қалыппыз. «Қайдан алдыңдар деймін?» Дойыр қамшы үшеумізді қосаға баттап бір осып өткен. Үшеуміз де шар-шар ете қалдық. «Қайдан алдыңдар?» Дойыр қамшы басымызға қайрыла төнген. «Әжібек!» деді бақыра жылаған бәтен. Шақша бас ит. Тар жорғаға борбайлата қамшыны басқан байдалы шал енді бізді тастай бере Әжібектің үйіне қарай шапты. Енді байқадық, бұл кезде Әжібек те құстай ұшып Ырысбектің үйіне жетіп қапты. Байдалы шал қалың қарға атты омбылап жете алмай қалды. Жер сабалап көшені басына көтере боқтануда. Атынан түсіп Әжібектің есігінің алдынан әлгінде қарамай толы шелекті көтеріп алды. Сірә Әжібек қашып бара жатып сыртқа есігінің алдына шығарып кетсе керек. Шақша бас ит, осыдан қолыма бір түсерсің. Сен итті көзіңе көк шыбынды үймелетіп тұрып айдатпасам бәлі. Соның арасында айқай-шуға жиналып қалған жұртқа: «Көктемде егіс кезінде құрал сайман майлауға деп мытыстан барып бір тоқты беріп әзер деп сұрап әкелгенді қайтейін? Әнеу бір күні аяқ асты үш-түгелі жоғалып кеткені. Апырмай, бұқарамай сонша кімге қажет болды екен деп таң қалып ем. Сөйтсем мына шақша бастан келген екен ғой. Бұл неткен қаскүнем емей? Колхоздың қарамайын ұрлап сотқа тартылғалы жүр ғой ол ит». Бір кезде көзі бізге түсіп кеткен. «Әжібекке ерсеңдер көргерерсіңдер, о жетесіз немелер. Үшеуіңді де сойып салайын болсы», деп тап бергенде үшеуміз үш жаққа безіп кеттік. Баланың қорқынышы ұзаққа созылған ба? Артынша қызу ойынға кірістікте Әжібекті де оның қарамайын да байдалы шалды да мүлде естен шығарып, қыстың май тоңғысы жайма-шуақ күні батқанша жентектелген қардан аққала тұрғызып, одан екі жаққа бөлініп қармен атысып ойнап, әбден қызыққа баттық. Сөйтіп үсті басымыздың малмандай су болғанын да, шарықтарымыздан шылқып су өткенін де аңғармаппыз. Кешкісін үйге кеп шешінген кезімде үсті басымды ұстап көрген әжем: «Құлыным-ау, осынша су болғанша ойнағансың ба?» деді ренжіп. Жұмыстан шаршап қайтқан Назира әпкем шай ішіп отыр екен, үндеген жоқ. Мен кәнпештің ұзына үстіне киімдерімді жайып, шарығымды қызуы мол да ошақтың желке тұсына кептіруге қойдым. Әлден соң үйдің ішін қолқаны қапқан қоңырсық иіс алып кетті. «Бұл не қылған иіс?» деп Назира әпкем ұшып тұрып барып ошақтың үстіңгі жағына үңілді. Дәл бір өлген мысық ұстағандай, менің әуелі бір шарығымды қонышынан шымши көтеріп, шамның жарығына кеп, тыжырына қарап тұрып қарады да. Онан соң екінші шарығымды әкеп және қарады. Екеуінің де сыртындағы сырланған қарамай еріп тамшылап тұр. «Әй Қанат, мынауың не?» Мен үндегем жоқ. Үйдің бұрышындағы ескі тоңға орана түсіп жантайып жата бердім. «Әй, мынауың не деймін?» деп ақырып жіберген Назира әпкем. Мен селк ете түстім. «О заманда бұ заман кезге қарамай жаққан деген не сұмдық?» Шарықтарымды үстіме қарай лақтырып жіберді. «Өлтірейін бе болса, сенде ақымақтың барыңнан жоғың?» деп маған тап бергені.
Әжем ұмтылып кеп арамызға тұра қалды. Жә, деді сабырленмей. Әже-ау, бұл ақымақты неге қорғайсың? Соп-сомадай боп істеп жүргені мынау. Нәзира әпкем күйініп барып отыра кетті. Елдің мұндай баласы мынадай қиындықта бір жағына сүйеу боп жүр. Ал бұл сұлқиы мейгізші, ақымақ. Әй, енді мынау кезай әпкемді қалай кептіресің? Мен әпкем қандай ауыр сөз айтса да, үнсіз мойындап жата бердім. Киізді майлап жүрген адам кешше десе кешше, ақымақ десе ақымақ қой.